Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Мінекей 47-ші сабағымызға келіп жеттік. Бүгін біз to be past'ты жалғастырамыз. Яғни to be етістігінің өткен шағын өтіп отырмыз. Біз алдыңғы сабақтарымызда 45-ші сабағымызда біз өткен шақта айту үшін I, he, she, it осы 4 есімдікке біз was деген сөзді қосамыз деп айтқан болатын. Was деген ол болдым, болды деген сөз болып табылады екен балалар. Жалпы to be деген ол болу, Енді бүгін осы to be past'тың өткен шағының, яғни өткен шақтың біз болымсыз сөйлемін үйренетін боламыз. Болымсыз сөйлеміміз дегеніміз, яғни болған жоқпын, емес едім деген сияқты. Ол үшін тура осылай I, he, she, itқа was қосамыз, содан кейін барып артына not қосамыз. Тура алдындағыдай to be present-тағыдай біз I am not, he is not, she is not, it is not деп кәдімгі not қоя салатынбыз. Is-ға, am-ға деген сияқты. Тура мынау сияқты, тура сол сияқты was-ға not-ты қоя салады екенбіз. Сол кезде бізде to be past'тың болымсыз сөйлемі шығады екен. Олай болса бірден мысалымызға көшейік. Мысалдарымызға жазған кезде ақырын түсінікті болады. Мысалы, бұл маңызды емес еді, немесе бұл маңызды болған жоқ. Маңызды емес, қажетті. Бұл қажетті болған жоқ. Бұл қажетті болған жоқ. It was, бұл болды деп айтамыз. Ал болған жоқ десек, it was not. It was not necessary. Necessary деген қажетті, яғни бұл қажетті болған емес, бұл қажетті болған жоқ, немесе бұл қажетті емес еді деген сияқты. Балалар, біз бұны тағы да қысқартып та жазуға да болады екен. Мысалы, Том танымал болған жоқ дегенді айтайық. Мысалы, Tom wasn't, isn't, aren't деген сияқты бұл да wasn't деп қысқартып жазуға болады екен. Бірақ қысқартпай жазса да болады. Екеуі де дұрыс. It was not, wasn't, was not, wasn't деп те жазуға болады. Енді бізде танымал деген бізде famous. Tom wasn't famous. Tom танымал емес еді, немесе Том танымал болған жоқ. Яғни бұның барлығы өткен шақта айтылатын сөз. Tom isn't famous деп isбен айтатын болсақ, онда Том танымал емес деп қазіргі шақта айтамыз. Том танымал емес. Wasn't famous, танымал емес еді, немесе танымал болған жоқ деген сияқты. Түсінікті, балалар? It was not funny. Funny білесіңдер, funny қызықты, күлкілі деген мағынаны білдіреді. Яғни орысша айтқан кезде весело. Бұл жерде қандай сөйлем жазылып тұр? Яғни күлкілі болған жоқ, немесе қызықты болған жоқ, немесе күлкілі емес еді деген сияқты аударуға болады, балалар. Том жалғыз болған жоқ. Tom was not alone. Том жалғыз болған жоқ, немесе Том жалғыз емес еді. Яғни қасында біреу бар еді деген сияқты. Өткен шақта Tom wasn't alone. Келесі. That wasn't me. That wasn't me. Яғни that wasn't me деген балалар, ол мен емес едім. Ол мен емес едім деген сияқты. Мысал, жақсы ма? Ол мен емес едім. Яғни сен істедің ба деген сияқты айтқан кезде that wasn't me. Нет, это был не я деген сияқты. Жақсы ма? Өткен шақта. He wasn't warm. He was not warm. Яғни оған ыстық болған жоқ. Ол болды, болған жоқ, ыстық. Яғни бұл жерде оған ыстық болған жоқ деген аударамыз. He was not warm. Яғни ол ыстықтаған жоқ деген мағына айтылады. Жақсы ма? Келесі. Her story wasn't interesting.
Оның оқиғасы болған жоқ. Қандай болған жоқ? Қызықты болған жоқ. Interesting. Her story wasn't interesting. Оның оқиғасы қызықты болған жоқ. Яғни оның оқиғасы қызықты емес еді деген сияқты. Балалар, қараймыз, иә? Жалпы мынандай he, иә? Мынандай it деген келмеген кезде, иә? Онда басқа есімдіктер келген кезде біз қалай табушы едік? Яғни осы есімдік бір зат па или бір адам ба? Солай тауып алатынбыз, иә? Себебі I барлығы бір адам, he бір адам, she бір адам, it бір зат, иә? Мысалы, Том. Том ол бұл жерде I деп тұрған жоқ, he деп тұрған жоқ, she деп тұрған жоқ. Том деген ол бір адам. Том деген ер адамның аты, иә? Сол үшін де бұл he дегеннің орнына келіп отырған есімдік. Сол үшін де біз осы he сияқты wasn't деген сияқты сөздерді қоямыз. Жақсы ма? Алдында болымды сөзі өткен кезде біз айтқанбыз, иә? Егер көпше түр болса, бізді were деп қоямыз деп айтқанбыз. Жекеше түр болса was деп қоямыз. Міне, мына жерде her story деп тұр. Оның оқиғасы деп, яғни бір оқиғаны айтып тұр. Бір оқиғаны айтып тұрғандықтан бізде смело was'ды қолданып тұрмыз. Жақсы ма? Were емес, was'ды қолданып тұрмыз. Келесі мысалымыз. The answer wasn't correct. The answer деген ол жауап, иә? Жауап беру етістік, және зат есім болса, бұл жауап деген алады. Жауаптар деп тұрған жоқ, иә? Бүйтіп көпше түрге айналдырып тұрған жоқ, біз жауаптар деп тұрған жоқ. Жауап деп бір жауапты айтып тұрмыз. Wasn't болған жоқ. Correct дұрыс. Не был правильным деген сияқты орысша айтқанда. Ответ не был правильным. Жауап дұрыс болған жоқ. Немесе жауап дұрыс емес еді деген сияқты мағына. Түсінікті ғой, иә, балалар? Жауап бір ғана жауап, сол үшін де біз was'ды қолданып тұрмыз. Негізі бұл қандай есімдіктің орнына келіп тұр? Яғни бұл зат есім жаны жоқ, бір зат болғандықтан бұл it деген есімдіктің орнына келіп отырған сөз екен, жауап. Келесі мысалымыз This wasn't our fault. Бұл болған емес. Our біздің кінәміз. Fault кінә. Яғни бұл біздің кінәміз болған жоқ. Немесе бұл біздің кінәміз емес еді деген сияқты. Жақсы ма? This wasn't our fault. Келесі сұрақ. That wasn't. That was not немесе wasn't немесе was not. My question. Question еске түсіреміз. Қандай сөз? Question деген ол сұрақ, яғни бұл менің сұрағым емес еді. Немесе мен сұрақ қойған жоқпын деген сияқты. Бұл менің сұрағым болған жоқ деген мысал екен. It wasn't my idea. Ол не деген сөз? It wasn't my idea. Аударып көріңіздер. Yeah. It wasn't my idea. Бұл менің идеям емес еді. Яғни немесе бұл менің идеям болған жоқ. Иә? Оп-оңай. Барлығы сол ереже бойынша есімдік егер бір зат немесе бір кісі болатын болса, онда was not арқылы жазады екенбіз. Wasn't. Бұл менің идеям еді деп өткен шақта айтатын болса, онда not'ты қоспаймыз. It was my idea. Бұл менің идеям болған деп айтамыз. It is my idea десек, бұл менің идеям деп қазіргі шақта айтамыз. Болған деп айтпаймыз. Бұл қазір менің идеям. Бұл менің ойым деген сияқты. It is my idea. Бұл менің ойым емес, бұл менің идеям емес десек, it isn't my idea дейміз, иә? Айырмашылығын айтып отырмын. It isn't my idea. Өткен шақта it was my idea. Бұл менің идеям болған. It wasn't my idea. Бұл менің идеям емес еді. Болған жоқ. Түсінікті, иә, балалар? Балық свежий болған жоқ.
қалай айтамыз? The fish was not свежий деген. Естеріңде ме? Fresh. Yeah? Fresh juice деп айтады тағы да. Свежий сок, свежий выжатый сок деген сияқты. The fish wasn't fresh. Балық свежий болған жоқ. Yeah? Келесі мысалымыз. That wasn't my goal. That wasn't. Мен бұлай да болу үшін балалармен кезек-кезек жазып жатырмын. Жақсы ма? Was not, wasn't. Не үшін кейде wasn't, не үшін кейде was not деп не қылмаңдар. Екеуі де дұрыс. Бұлай қысқартылмаған түрі, мынау қысқартылған түрі. Жақсы ма? Wasn't. Әдетте қысқартып та айта береді, және қысқартпай да айта береді. Жақсы ма? That wasn't. Не дедім? My goal. Goal деген балалар футбол ойнаған кезде гол сағамыз ғой. Мына сол goal деген осы. Goal деген яғни бір нысанаға бір дәлдеп тигізу, көздеу деген сияқты. Цель, орысша айтқан кезде цель. Қазақша көздеу немесе мақсат деп те айтуға болады. Жақсы ма? Бұл менің мақсатым емес еді. Бұл менің мақсатым болған жоқ. Бұл менің көздегенім емес еді. Бұл менің көздегенім емес еді деген сияқты. Мысалы, жақсы ма балалар? Так. Жерде біз бір сөйлем қалдырып кеттім мен. Соны жазып жіберейін. Бұл менің қатем емес еді дейді. It wasn't my mistake. Mistake деген қателесу деген етістікте болады. Және қате деген зат есім болады. It wasn't my mistake. Бұл менің қатем емес еді. Бұл менің қатем болған жоқ немесе балдар. Түсінікті? Кеше өте суық болған жоқ. Yesterday деп бастаса да болады, немесе yesterday'ді соңын айтуға да болады. It wasn't өте десек very cold yesterday. It wasn't very cold yesterday. Кеше өте суық болған жоқ. Вчера не было очень холодно. Келесі мысалымыз. I wasn't tired. Аяға да бір мысал кетіріп қойып. I wasn't tired. Tired білесіңдер, шаршау. Яғни wasn't өткен шақта мен шаршамаған едім. Немесе мен шаршаған жоқ едім деген сияқты өткен шақта. Жақсы ма? Яғни мен шаршап тұрған жоқпын деп осы шақта айту, дәл қазір мен шаршаған жоқпын деп айту, ол I am not tired болады. I'm not tired. Present'та, to be present'та ол I am болады. I am шаршап тұрмын, шаршап тұрған жоқпын. I'm not. I was tired. Мен шаршаған едім. I wasn't tired. Мен шаршамаған едім. Яғни қасына мысалы мен кеше шаршаған жоқпын деп айтсақ түсініктірек болады. Солай жазып та қояйық мысалы. Сонда бұл нақты өткен шақ екенін біз білеміз. I wasn't tired yesterday. Мен кеше шаршаған жоқ едім. I'm not tired yesterday десек онда дұрыс болмайды. I'm not деген ол қазіргі шақ, ал мына yesterday деген бұл өткен шақ, кеше болып кеткен нәрсе. Екеуі бір-біріне қарама-қайшы болып қалады да, онда дұрыс болмайды. I'm not tired now десе, онда дұрыс болады. Мен қазір шаршап тұрған жоқпын деген. Ал yesterday мен бұл өткен шақпен айту керек. Was, wasn't. Шаршасаң was, шаршамасаң wasn't деп. Жақсы ма? Келесі мысалымыз, бұл қиын болған жоқ. It was not қиын. Hard деп те айтуға болады, difficult деп те айтуға болады. It was not difficult. Бұл қиын болған жоқ. Келесі мысалымыз. It wasn't cloudy. Cloudy балар бұлтты. Орысша айтқан кезде облачно деп айтамыз. Яғни күн бұлтты десек,
It is cloudy деп айтамыз. Қазір дәл қазір күн бұлтты болып тұрса, it's cloudy. Қазір күн бұлтты емес болса, it isn't cloudy деп айтамыз. Егер бұлтты болды десек, it was cloudy. Бұлтты болған жоқ, it wasn't cloudy деп айтамыз. Жақсы ма? Қандай болды мысалы? Күн шуақты болды десек, онда it was sunny. Sunny, яғни sun күн, sunny күн шуақты, яғни солнечно. Не было облачно, было солнечно. Өткен шақтағы күн, кеше мысалы, допустим, кеше күн бұлтты болған жоқ, күн шуақты болды деп айтатын болсақ, не осылай айтады екенбіз. It wasn't cloudy, it was sunny. Бұл жерде мынау болымсыз сөйлем, мына жерде болымды хабарлы сөйлем екен. The dress wasn't expensive. Келесі мысалымыз. Expensive деген балалар қымбат. Енді қалай болды сонда мына сөйлем? Яғни көйлек, dress көйлек, wasn't емес еді, болған жоқ. Не болған жоқ? Қымбат болған жоқ. Көйлек қымбат болған жоқ. Бұл өте арзан болды. Көйлек қымбат болған жоқ, бұл өте арзан болды. The dress wasn't expensive, it was very cheap. Expensive қымбат, cheap деген арзан деген сөз екен балалар. The lesson сабақ wasn't useful. Ары қарай итпен жалғастырып кете саламыз. Қайталаудың қажеті жоқ. All деп айта саламыз. It was useless. Useful деген пайдалы, useless деген қарама-қарсы пайдасыз деген сөз. Яғни сабақ пайдалы болған жоқ, ол пайдасыз болды деген сияқты. Жақсы ма? Қайталап, неғылмай it деп айта саламыз. Мысалы, жақсы. Осымен 20 сөйлеміміз аяқталды. Бәрін басынан бастап оқып шығайық. Бірінші сөйлем it wasn't necessary. Бұл қажетті емес еді. Бұл қажетті болған жоқ. Tom wasn't famous. Том танымал болған жоқ. It was not funny. Бұл күлкілі болған жоқ. Tom was not alone. Tom wasn't alone. Том жалғыз болған жоқ. That wasn't me. Ол мен емес едім. Ол мен болған жоқпын. He was not warm. Ол ыстықтаған жоқ. Яғни оған ыстық болған жоқ. Your story wasn't interesting. Оның оқиғасы қызықты болған жоқ. The answer wasn't correct. Жауап дұрыс болған жоқ. Дұрыс емес еді немесе. This wasn't our fault. Бұл біздің кінәміз емес еді. Бұл біздің кінәміз болған жоқ. That wasn't my question. Ол менің сұрағым емес еді. Бұл менің сұрағым болған жоқ немесе. It wasn't my idea. Бұл менің ойым, идеям емес еді. Немес еді өткен жақта. The fish was not fresh. Балық свежий болған жоқ. That wasn't my goal. Бұл менің мақсатым емес еді. It wasn't my mistake. Бұл менің қатем емес еді. Бұл менің қатем болған жоқ. It wasn't very cold yesterday. Кеше күн өте суықты болған жоқ. I wasn't tired yesterday. Мен кеше шаршамаған едім. It was not difficult. Бұл қиын емес еді. Бұл қиын болған жоқ. It wasn't cloudy. It was sunny. Күн бұлтты болған жоқ. Күн шуақты болды. The dress wasn't expensive. It was very cheap. Көйлек қымбат болған жоқ. Бұл өте арзан болды. The lesson wasn't useful. It was useless. Сабақ пайдалы болған жоқ. Бұл пайдасыз болды. Ол пайдасыз болды деген сияқты.
Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі ертең енді осының көпше түрін өтеміз. You, we, they болған кезде болымсыз, to be pastта болымсыз қалай құралатынын өтеміз. Және де 20 сөйлем жазып жаттығатын боламыз. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік, көргендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға сау болыңыздар дегім келеді.